Аптап ыстықтың әсерінен ауруханаға түсетіндер көбейді. Қордай ауданының дәрігерлері ауа температурасының көтерілуінен көпшіліктің қан қысымы артып, жүрегі сыр берген деп отыр. Тіпті жансақтау бөлімінде өмірмен арпаласып жатқандар да бар екен. Аймақтағы тілші анығын айтсын. Жаз мезгілі демалыс пен жақсы көңіл күйдің уақыты. Алайда аптап ыстық адам өміріне қауіп төндіреді. Әсіресе жүкті әйелдер мен созылмалы ауруы бар жандарға ауыр әсер етеді. Бүгін біз аурухана мамандарымен аптап ыстықтың зиянынан қорғану туралы сіздерге пайдалы әрі қарапайым ақпараттармен бөлісетін боламыз. Шілденің шіліңгір ыстығы қордайлықтарға қолайсыздық туғызып отыр. Дәрігерлерде мұны растап, аймақта жедел жәрдем көмегіне жүгінетіндердің күрт артқанын айтады. Сондықтан олар аурудың алдын алу үшін аптап ыстық кезінде қарапайым сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырады. Атап айтқанда, күннің ең белсенді уақыты 11 мен 5 аралығында сыртқа шықпау, жеткілікті мөлшерде су ішу, жеңіл әрі ашық түсті киім және бас киім киіну ұсынып отыр. Күн ысығалы бері біздің реанимацияға түсетін науқастардың саны көбейді. Олардың ішінде инсульт, жүрек аурулары, қан қысымы көтерілген науқастар көбейіп кетті. Оның себебі ыстық ауа райы адамға қандай әсер етеді? Адамның жүрегін мотормен салыстырсақ, сыртқы температура ысыған сайын мотордың жұмысы көбейіп, жүрек соғысы үлкейіп, қаны қоюланып, жүректің жұмысы ауырлап бастайды. Соған байланысты созылмалы аурулары бар, жүрек аурулары бар адамдардың жағдайы нашарлап, тез шаршап, бастары ауырып, қан қысымы көтерілуі мүмкін. Аудандық аурухана деректеріне сәйкес, Қордай ауданында күніне орта есеппен 60-қа жуық жедел жәрдем шақыртуы тіркеледі екен. Қазір олардың басым бөлігі қан қысымының жоғарылауымен байланысты. Мамандар мұндай жағдайларды жеңіл деп қабылдамау қажеттігін ескертеді. Себебі уақытылы көмек көрсетілмеген жағдайда инсульт пен инфаркт сияқты ауыр асқынуларға душар болуыңыз мүмкін. Күн өткеннің белгілері бас ауруы, бас айналу, құсқысы келу, сондай жағдайлар. Ондай жағдайда тек қана үй шараларында қолданған кезде төсекке жатып, су ішіп, басқа суланған тряпканы қою керек, матаны соң кейін аяқты көтеріп жатыру, обязательно өйткені давление түсіп кетуі мүмкін да, соң естен талу қаупі бар. Кейінгі жылдары жер жаһанда жылыну процесі жүріп, климаттың өзгеруіне байланысты аптап ыстық күшейіп келеді. Жоғары температураның адам денсаулығына айтарлықтай әсер ететінін ескерсек, қауіпті болдырмау үшін қарапайым ережелерді ескерусіз қалдырмағаныңыз абзал. Айгерім Қожабайқызы, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.